Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз анықтауыштардың қасиеттері. Біз бүгін анықтауыштардың 7-ші және 8-ші қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Анықтауыштың 7-ші қасиетінде бізге былай дейді: егер анықтауыштың бір жолының немесе бір бағанының барлық элементтері екі санның қосындысынан тұратын болса, онда ол анықтауышты екі анықтауыштың қосындысы түрінде жазуға болады дейді. Мысал келтірейік. Мысалға, төрт, үш, мына жерде 2, 1, минус 1, 0. Мына жерде 0, 1, 2. Неге? Осы жерде мен бірінші бағанда тұрған элементтердің санын, элементтерді екі қосылғыш түрінде жазайын, ол қалай? Мысалға, біріншісінде 4 дегеніміз бұл 2 қосу 2 дейік. 3 дегеніміз бұл 1 қосу 2, әзірге бірін жазып қоям. 1 дегеніміз бұл 1 қосу 1 дейік. Ары қарай өзін жазамын. Қалған бағаның элементтерін өзгеріссіз қалады, тиіспейміз. Қосу бізде не қалды? Мына жақта 2 еді, енді 2-сі бар. Мына жерде 1 болып тұр, бізге 3 керек еді, мына жерде 2-сі бар, Мұнда 1, бізге тағы да 1 керек. 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады деген сөз. Қалған 2 бағанын сол бойы жазып қоямыз. 1, минус 1, 0. 0, 1, 2. Мінекей. Біз сонда қазір бұны тексеру үшін 3 анықтауышты есептеуіміз керек болады. Мына анықтауышты есептейміз, және 2 қосындыдан тұрған. 2 қосылған кезде мына анықтауыштың мәнін беру керек бізге. Бұны болса бастайық. Так, 4, 3, 2. 1, минус 1, 0, 0, 1, 2. Есептейміз. Алғашқы 2 бағанын көшіріп жазамыз. Енді 4 минус 1, 2-ні көбейтсек бізде минус 8 болады. Одан кейін 1, 1, 2. Бұл бізде қосу таңбасымен жазылады. 0, 3, 0 бізде 0 болады. Жазбай қойсақ та болады. Одан кейін қосымша диагонал 0, минус 1, 2. Бұл бізде 0-ді береді. Жазбай қойсақ болады. Одан кейін 4, 1, 0. Бұл бізде 0-ді беріп тұр. Оны да жазбай қойсақ болады. Одан кейін 1, 3, 2-ні көбейт жазамыз. Бұл бізде минус таңбасымен көбейтсек бізде 6 болады екен, Бұның барлығы бізде минус 14, минус 12 болып тұр. Енді мына 2 анықтауышты есептеп жазамыз. Тағы да жазайық мына жерге көшіріп. 2, 1, 1, 1, минус 1, 0, 0, 1, 2. Есептесек, алғашқы 2 бағанын көшіріп жазамыз. Алғашқы 2 бағанын көшіріп жазамыз. Есептейміз, 4 минус 1, 2. Бұл бізде минус 4-ті береді. 1, көбейту 1, 1. Қосу 1. Одан кейін 0, 1, 0 бізде 0-ді береді, жазбаймыз. Одан кейінгі қосымша диагоналы 0, минус 1, 1. Бұл бізде 0-ді береді. Келесіміз 2, 1, 0. Бұл бізде 0-ді береді. Одан кейінгіміз минус таңбасымен 1, 1, 2. Бұл бізде минус 2-ні беріп тұр, Минус 6, бұл бізде минус 5 болады. 2-ін қоссақ минус 6, оған 1-ді азайтсақ минус 5 болады. Енді үшінші анықтауышымызды есептейміз. Үшінші анықтауыш 2, 2, 1, 1, минус 1, 0. 1, минус 1, 0. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Алғашқы 2 бағанын көшіріп жаза қоямыз. Алғашқы 2 бағанын көшіріп жазамыз. Енді көбейтеміз. 2 минус 1, 2. Бұл бізде минус 4. 1, 1, 1 қосылған бұл бізде 1-ді береді. 0, 0, 2. Бұл бізде 0-ді береді. 0 минус 1, 0. Бұл бізде 0-ді береді. 2, 1, 0. Бұл бізде 0-ді береді. Енді 1, 2, 2. Бұл формула бойынша минус бар еді, бұл бізде 4-ті береді,
2 минус 8, сонда бұл минус 7 болды. Енді минус 7-ге минус 5-ті қоссақ, бұл бізде минус 12-ге тең болды. Демек, жаңа айтқан қасиетіміз дұрыс болды. Анықтауыштың қосынды түрінде жаздық. Кез келген бір бағанның немесе бір жолдың элементтерін, оны екі анықтауыштың қосындысы түрінде жазып едік. Екеуінің мәні бір-біріне тең болды. Демек, қасиет дұрыс орындалды. Енді келесі қасиет бізде 8-ші қасиетіміз. Анықтауыштың кез келген бір элементтің, кез келген бағанның немесе жолының элементтерін лямбда санына көбейтіп, оны келесі жолдың немесе бағанның сандарына, элементтеріне қосатын болсақ, онда ол анықтауыштың мәні өзгермейді дейді. Мен оны сіздерге формула түрінде жазып көрсетейін. Мысалға, мынандай. А1-1 қосылған жолдың екінші бағанның элементтерін лямбда санына көбейтейін. 1-2. Лямбдаға көбейтімін қостым. Енді А1-2, А1-3. Келесі А2-1 қосылған лямбдаға көбейтем. А2-1, жерде А2-1 болады, А2-3 болады. Енді А3-1 қосу, лямбда көбейтілген А3-2, А3-2, А3-3. Осы анықтауыш бізде екі анықтауыштың қосындысы түрінде жазылады. Біріншісі А1-1. Жаңа айтылған қасиет бойынша мына екі қосындыдан тұр ғой. Оны екі мынандай анықтауыштың қосындысы түрінде жаза аламыз. Мінекей, біріншісін жаздық, одан кейін екінші бағанын жазамыз. А3-2, одан кейін А1-3, А2-3, А3-3. Қосу, келесі бізде анықтаушымыз. Енді мына лямбда санынан тұрғандар болады. Лямбда А1-2, лямбда А2-1, лямбда А3-1. Одан кейінгі екі баған сол бойы өзгеріссіз жазамыз. А2-1, А2-1, А3-2. А1-3, А2-3, А3-3-ге. Осы анықтауыш бізде анықтауыштың өзіне тең болады. Ешқандай өзгеріссіз болмайды. Осы анықтауыштың өзіне тең болады екен анықтауышымыз. А2-2, А2-3. Бұны енді сіздер осыған мысал ретінде өздеріңіз бір мысалды алып қарастырып көресіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.